Қалың көпшілікке Шаншар Алдараспан театры арқылы танылған актриса Жұлдызай Дүйсенбиева күйеуімен не себепті ажырасып кеткенін айтты. Бұл туралы Стан Кезет ақпарат агенттігіне хабарлаған. Желідегі парақшасына қызы Аянаттың суретін жариялаған актриса Алланың тек маған берген сыйы, папасы қыз болады дегенде неге ұл емес деп ренжіді. Осы қыз үшін өмір сүріп жүрген жанмын. Неге үнемі екеуің ғана жүресіңдер деген сұрақтарға жауап беретін уақыт келді деген Инстаграм парақшасында. Бала кезімде нағашы атам аспандағы жұлдызды әперші дейді екенмін. Марқұм атамның әперіп маңдайыма таққан жұлдызы Алланың қалауымен шүкір осы жан. Оны өшіруге ешкімнің хақысы жоқ. 8 жылдан аса жаман келін болмадым. Қолымнан келгенше тырыстым. Марқұм атам батасын беріп, ризамын деп барып көзін жұмды. Атам керемет жан еді, әттең, өмірден ерте кетті. Ол кісі барда қыз төрде, келін қызметте болып, бәрі өз орнымен жүретін. Қазір бәрі басқаша. Үлкен әжеміздің көзін көрмесем де түсіме еніп орамал тағып батасын беретін. Соңғы кездері денсаулығы сыр беріп жүрген Жұлдызай Дүйсенбиева дүниеге Аянаттан басқа перзент алып келе алмайтынын айтты. Күйеуіме өкпем жоқ, өте жақсы азамат, жақсы әке. Бірақ жан жағымыздағы әңгімелер шыдатпады. Менің денсаулығыма байланысты Аянаттан басқа перзент өмірге әкеле алмадым. Осы қызыма шүкір дедім. Алла ғұмыр берсін. Сондықтан әркім бақытты болуға лайықты. Ол да мен де деп жазды актриса. Бұған дейін Жұлдызай Дүйсенбиева денсаулығы күрт нашарлап кеткені туралы өзінің Инстаграм парақшасында жазған болатын.